Баяғыда бір қалада мейірімді ана мен оның үш қызы Кәусар, Раяна, Аянұр өмір сүріпті. Үшеуі әр түрлі мінезді, бірақ жүректері нәзік әрі таза болыпты. Анасы: қыздарым, адам болудың ең әдемі жолы қайырымдылық. Біреу біліммен көмектеседі, біреу ісімен, біреу жүрегімен депті. Бір күні кішкентай балалар есеп шығара алмай жылап отыр екен. Кәусар олардың жанынан өтіп бара жатып: неге жылап отырсыңдар? Балалар мұңайып: бізге бүгін есеп шығару қиын болып тұр деп жауап береді. Кәусар оларға көмектескісі келіп, кішкентай таяқшалар жинап әкеледі, есепті солармен түсіндіреді. Балалар бірден түсініп, қуанып кетеді. Кәусар: сен болмасаң мына есепті түсінбейтін едік. Кәусар: біліммен көмектесу ең үлкен сый дейді. Ортаншы қыз Раяна өте шебер, қолөнерді жақсы көретін еді. Бір күні қаланың шетінде жылап отырған кішкентай баланы көреді. Неге жылап отырсың деп сұрайды. Бала мұңайып: менің ең жақсы ағаш ойыншығым сынып қалды. Раяна баланы жұбатқысы келіп: уайымдама, мен саған жаңасын жасап берем деп күлімдейді. Сол күннен бастап Раяна қаланың балаларын қуантатын кішкентай ойыншық шеберіне айналыпты. Бір күні жанындағы тоғайда жараланған қарлығаш тауып алады. Қорықпа, мен сені тастамаймын деп оны үйіне алып келіп, үйде анасы мен қарлығашқа қамқорлық көрсетеді. Ақыры қарлығаш айыққанда Аянұрдың қолына қонып алғыс білдіреді. Аянұр күліп: мейірім кішкентай жанға да үлкен күш дейді. Кешке келіп, бүгінгі болған оқиғаны қыздар анасына айтып береді. Анасы: қыздарым, сендер бүгін үш түрлі жақсылық жасадыңдар: білім, шаттық, мейірім. Бірге жүрсеңдер, кез келген жақсылықты көбейте аласыңдар депті.